Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай керемет кекс дайындайтын боламыз. Бізге керегі 2 жұмыртқа, 150 грамм қант, разрыхлитель, ұн қажет, сары май және алма қажет болады. Алдымен 2 жұмыртқаны 150 грамм қант қосып жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлеген кезде аппақ пена болғанша миксерлеу қажет. Қант жақсылап еру керек. Одан кейін ерітілген сары май қосамыз. Ерітілген сары майдың проценті маңызды емес, 60% майларды да қолдана беруге болады. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Оған қамыр қопсытқыш қосып жақсылап араластырамыз. Онда жұмыртқа мен қантқа қосамыз. Жақсылап араластырып, одан кейін алманы саламыз. Алманың орнына мейіз қолдануға болады, немесе орех қолдануға болады. Шоколад та қолдануға болады. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша. Мен алманы қолдандым. Араластырғаннан кейін жылы сүтті құямыз. Сүт жылы болуы қажет, салқын болмау керек. Жылы сүтті қосқаннан кейін біздің қамырымыз дайын болады. Формамызды алдын ала майлап алып, салмамызды салып, жақсылап формаға орналастырып, духовкаға 180 градуста 30 минутқа салып аламыз. 30 минуттан кейін біздің кексіміз дайын болады. Суығанын күтіп, суығаннан кейін формадан аламыз. Осылай турап шай ішуге болады. Өте дәмді болып шығады.